Аграрлық несие корпорациясы бүгінде аграрлық секторды қарқынды алға жылжыту мақсатында қолайлы жағдай туғызатын прогресс үшін тағайындалған. Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған шаруалар корпорацияның көмегін алып үлгерді және табысты гүлденген бизнес құрды. Бұған мысал ретінде Жамбыл облысының Тараз қаласында өз бизнесін жүргізетін жаңа Кемер құрылыс компаниясын айтуға болады. Оның директоры Көшкінбай Құлманбетов кез келген жұмыс өз жемісін береді, ең бастысы оның орнын тауып, дұрыс сақтай білу керек дейді. Сақтау технологиясы, сақтау өнері, ол ескіден келе жатқан бір сала. Бұл қойманың көлемі 2000 тоннаға дейін сақтауға болады. Оның ішінде 12 блоктан тұрады, 970 квадрат метрден әрқайсысының ішінде 6 камерадан бар. Ол камераларда, әр камерада 130-дан 150 тоннаға дейін алма, груша, алмұрт, көкөрік, әртүрлі жеміс-жидек өнімдерін сақтауға болады. Сақтау технологиясы болғансан, бұның ішінде салқындатқыш, ылғалдандыру құрал жабдықтары және бактерияларды, микробтарды өлтіретін НИО деген үлкен бір аппарат тұр. Ол алмадан бөлінген этилен газын сол бойынша бұл 8 ай, 9 айға дейін алманы сақтауға мүмкіндік тудырады. Жаңа Кемер құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жақында, яғни 2018 жылы құрылды. Бірақ Көшкінбай Айсарұлы көптен бері жеміс-жидек сақтайтын үлкен қойма құру идеясын ойлап жүрген. Ол қаланың бүкіл периметрі бойынша мыңдаған гектар жерге бақтар отырғыза бастады. Содан кейін жемістерді сақтау мәселесі туындағанын және бұл үшін оларға ең озық технологиялармен жабдықталған заманауи қоймалар қажет екенін айтады. Агроэкспорт бағдарламасы бойынша аграрлық несие корпорациясы кәсіпкерге өзінің батыл ойын жүзеге асыруға көмектесті. Екі қойма 2000 квадраттың төңірегінде, 2000 квадратқа жетер-жетпес 300 миллионның теңгенің төңірегінде соғылды. Оның 217 миллиондайын агрокредитный корпорациясы қаржыландырды. Уақытысында сапалы жұмыстарын өндіріп берді. Бәрекелді, рахмет. Бұл өндіріс орны енді 2018 жылы іске қосылды. Құдай қаласа енді келесі жылдары сол проектінің мощностьына шығама деген ойдамыз. Бүгінгі күнде осының жалғасы ретінде осы қойманың арт жағынан үлкен бақ салынып жатыр. Соның өнімдерін және айналадағы өнімдерін бәрін сақтауға мүмкіндіктеріміз болады деп ойлаймыз. Мұндай жеміс-жидек қоймасының баламасы Жамбыл облысында жоқ. Ол жергілікті климат пен топырақтың ерекшеліктерін ескере отырып салынған. Компанияда сақтау өнерін одан әрі жүзеге асыру бойынша үлкен жоспарлар бар.